Самуд еліне қай пайғамбар жіберілген еді, оның мұғжизасы не еді, әрі олар қалай опат етілді? Самуд қауымына Салих алейхиссалам жіберілген болатын. Оның мұғжизасы тік жартастың дәл ішінен шығып келген інген болды. Самудтықтар өте қатты, жан түршігерлік, қаһарлы, зарлы дауыспен опат етілді. Аллах тағала бұлай деді: «Ва иля Самуда ахахум Салиха». Ал самудтықтарға бауырлары Салихты жібердік. Әл-Ғараф сүресі 73 аят. Ол тағы да бұлай деді: «Ва атайна Самудан нақата мубсарatan фазаламу биха». Сондай-ақ Самуд еліне көрнеу түрде аруаны жібердік, бірақ олар оған зұлымдық жасады. Әл-Исра сүресі 59 аят. Аллах тағала сондай-ақ бұлай деді: «Фәәммә Самуду фәухлику бит-тағия». Самудтықтар қаһарлы дауыспен жойылды. Әл-Хаққа сүресі 5